Саламатсыздар ма, Шыншыл кино арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін біз ағайынды Коэндердің 1989 жылы түсірілген Үлкен Лебовский атты фильмін сіздерге талқылап береміз. Фильм өте ғажайып, әртүрлі кейіпкерлер арқылы жасалған. Фильмнің ішінде фильм бар. Фильмде мына жігіт басты кейіпкер. Мынау оның досы Уолтер. Ал мынау бір есі дұрыс емес бір кейіпкер, және ондай кейіпкерлер көп. Мысалға, мынау бас кейіпкер Джеффри Лебовский осылай қиялданып жүреді, ал оның досы Вьетнамдағы соғысқа барып келген психологиялық травма алған кейіпкер. Ал мынау нағыз Лебовский деген бай біреу, оның қызы суретші, сексуалды психологиялық травмасы бар. Ал мынау оның көңілдесі. Бұлар оқиға бойынша нешен түрлі қызықты жағдайларға тап болады. Немістің нигилистері көліктерін өртеп, бұл Лебовскийді бай Лебовскиймен шатастырып, оның ақшасын талап етеді. Ал бұл қарапайым боулинг ойнап жүрген жігіт өзінің достарымен ақылдаса келе, жаңағы бай Лебовскийге барып, бұған қоғамлық жасап атқанын түсіндіреді. Ол келіспей өздеріне қарсы шыққандықтан үшеуі бірігіп басқаша іске кіріседі. Лебовскийдің соңынан түсе бергендіктен бұл байдың үйіне барады, бірақ байдың қызметкері мен әйелі бұған сексуалды қызықтырып басқаша әрекет етпекші болады. Бірақ Лебовский оған келіспей қайтардан кетіп қалады. Бірақ бұған бір есірткі беріп, оның түстерге кіріп кетеді. Түстерден шығып, бұл бір байлардың үйіне барып, Лебовскийдің талап еткен ақшасын іздеуге тырысады. Бірақ әртүрлі қызықты жағдайларға тап бола береді. Фильмде біркелкі сюжет жоқ, бірақ дегенмен көруге тұрарлық. Әр кейіпкер әртүрлі формада, әртүрлі характерде қызықтырып ойнайды. Фильмді соңына дейін көруге тырысасың. Бұлардың қарапайым өмірлерін осылайша нешен түрлі кейіпкерлерге бытысын шығарады. Олар өздерінің жоқ нәрселерін талап етеді. Фильм бойынша нақты бір сценарий жоқ секілді. Актерлер де, кейіпкерлер де өзінің қалауымен ойнағандай, бір импровизацияға толы нағыз өмірді көргендей боласың. Фильмді көріп, ақыр соңында күлесің, жылайсың, қамығасың. Нағыз біздің күнделікті көріп жүрген адамдарымыз фильмде шынайы қалпымен көрсетіледі. Ойламаған сюжеттік бұрылыстар фильмге әрі бере түседі. Бұл Лебовский фамилиялас болған үшін өстіп көрінген бір жағдайларға тап болып, шытырман оқиғаларды басынан кешеді. Нью-Йоркте болады оқиға. Нью-Йорктегі қаңбақтан басталады. Сол қаңбақты ұшып бара жатқанда біреу әңгімелейді. Ол да бір белгісіз кейіпкер, конвой. Ол өзін бір вестерн кинода жүрмін деп елестейді. Алдына бас кейіпкер Лебовский бұл дәл осылай қарапайым қалпында өмір сүріп жүре береді. Бірақ осы сәтте бұл үйіне барса, үйінде оны екі бандит күтіп алады. Және осы арқылы қоғамдағы көптеген мәселелерді режиссер қозғап кетеді. Адамдар құры фильм көрмесін, ой түйсін дейді. Бұл үйіне барса, бұны екі бандит күтіп алады, сосын бұған талап етеді. Сен ақша беруің керек дейді. Міне мына бандиттер ғой. Бірақ бұл айтады, мен қалай ақша берем сендерге дейді. Біз сенің әйеліңді ұрлап кеттік. Менің әйелім жоқ, үйленбеген адаммын ешқашан дейді. Кеп достарына айтады. Достар айтады, сен нағыз Лебовскийді тауып соған бар дейді. Ол осыны ұйымдастырған деп, мына Вьетнамнан келген досы, және оның қызы бар, барлығы талпынады. Мына қызды ұрлап кеткен ғой. Бірақ бұл қызды ұрламаған. Бұл бір жарты ставкада жұмыс істейтін порно актриса. Ал мынау боулинг чемпионатындағы конкуренттері. Бұл да бір есі дұрыс емес. Не конвой. Бұл әңгімелеп жүреді. Бұл басқа ештеңе істемейді. Мынау болса порно түсіретін бизнесмен. Бұл да ерігіп бір суреттер салады. Оны Лебовский маңызды бірдеңе жасап отыр екен деп қарап, соны барып көшіріп алмақшы болса, сөйтіп жай ғана сурет болып шығады. Осылайша Лебовский тағы бір адаммен кезігеді. Бұл детектив екен. Бұл да Лебовский детектив. Екеуі бір-бірін аңдып жүрген болып тұр ғой. Түсініксіз.
Осылайша фильм жалғаса береді. Соңында жаңағы мына бала келеді, ақшаны ұрлаған осы деп, бірақ бұл бала екеуіне мүлде жауап бермей қояды. Мына екі қария бұнымен қырылысып не істерлерін білмейді. Мына жігіттер осы бандиттер. Бұлар да ақша таппақшы боп, құрдан құр екеуіне қадалып жүр. Бұлар ұстап істемеген істейді. Лебовскийдің көрмегені жоқ осы фильм барысында. Бұлар нигилистер, ештеңені түсінбейміз дейді. Машинасын өртіп тастайды бекерден бекер. Осылай, мынау сен өтірік жүре аласың деп үлкен бай Лебовскийді алады да лақтырып жібереді. Ол шынымен жүре алмайтын адам болып шығады. Қызық, енді өте қызық, көрсеңіздер. Міне бұна қыз өзімен өзі қаңғып жүр. Мынау шын Лебовскийдің қызы. Осындай керемет сюжеттерге құрылған бұл фильмді расымен көріп шығуға тұрарлық. Бұл жерде керемет картина, режиссура бар. Міне мына кейіпкер соңында қайтыс болады. Бұның жүрек талмасынан өледі. Бұл кейіпкер вообще өзімен өзі жүрген адам ғой. Ешкімде шатағы жоқ. Осындай қызықты сюжеттерге құрылған ағайынды Коуэндердің үлкен Лебовский, интернетте большой Лебовский деп іздесеңіздер болады. Көріңіздер, баршаңызға ұсынамын. Және де менің каналыма жазылып, пікір жазып, видеоны бөлісіп, лайк басып кетіңіздер. Рахмет.